жаңағы өтірікші, аферист дегендердің бәрі жалып тұр мына жерде. Ондай да бар, жігіттер, еркекшілер, өтірік айтып тұрған жоқ мына жерде. Самый лучший аферист деп жазып қойыпты. Атын қазір айтамын, қызық болайын деп. Жылдың үздік аферисті кім екенін білеміз қазір. Так, братан, дайынбыз ба? Бастай берейін ба? Ақылдасып аласың ба? Ең бірінші Құран жаттаудан екі кісіні марапаттайық деп жатыр. Енді барлық мақтау Аллахқа тән. Дегенмен де жақсы ген негізі бар ғой. Осы жылдың білмеймін, енді қанша жерде жұмыс істеп жүрмін сіздің компанияда. Машалла, бірінші дінді жоғары қоятындарыңызға Алла сол үшін мәртебелеріңді көтеріп жатыр деп ойлаймын. Білесіздер ме, Абай Құнанбаев деген атамызды? Хамбелерін білесіңдер ме? Сол Абай атамыздың кезінде Абай атамыздан да мықты ақын жазушылар болған. Бірақ сол заманнан бері кішкентай ғана кітап жазған, 45 па қанша қара сөзі бар. Сол 45 қара сөзді Абай атамыздың Аллах дәрежесін көтеріп қойыпты. Ол қияметке дейін солай жалғасады. Өйткені оның ішіндегі барлық сөз Құраннан, хадистен алынған, қазаққа қарапайым тілмен түсіндірген сөздер. Сондықтан ол кісі дінді бірінші қойды, сондықтан Алла оның дәрежесін көтеріп қойды. Мен ойлаймын, Ризаның да Құдай қаласа Алла дәрежесін көтеріп жатыр, и дәлше көтереді иншалла. Ең бірінші осы Құран жаттаған 184 аят Құранды жаттаған осы кісіні құрмет қошеметтеріңізбен Нұрадин деген жігітті қарсы алады. Машалла. Аллах Тағала баракат берсін жаттаған Құраныңа. Риядан сақ бол, ең бастысы, мақтаныштан сақ бол. Сізге енді Риза компаниясының атынан машалла деп айтамыз. Рахмет, братан. Дұрыс па? Умра сапарына жолдама. Мынау адам болмайды, айтып қоймын. Тым жақсы интриганың бәрін батысқа шығарып жүр. Отыр ана жаққа отыра бер, сосын бері қаратып бүйтіп әдемілеп билей деп жатқанымыз ғой. Асылбек ізге қайтарып жіберші жаңа, қайттан бастап. Алла қаласа осы бауырымызды осы Құран жаттаған үшін Алланың сөзін жұмыспен бірге Алланың жұмысын, яғни Құран жаттау деген оңай нәрсе емес. Оған нәпс тию керек, бүкіл нәрседен, бүкіл қызығушылықтан сәл бас тарта тұру керек. Қазір қаншадасың? 24? Толсыпты 24. Осы бауырымызға Аллах Тағала өзі шақырып, қонақ қылып жатыр. Ата бабамыздың табаны тимеген жерге осы бауырымыздың иншалла маңдайы тиеді. Пайғамбар саллаллаху туған жері, Құран кітаптың түскен жері Мекке, Мединаға жолдама. Риза. Аллаху акбар. Құтты болсын бауырым, машалла. Қандай шығар? Жылайды енді бауырым, сен сияқты ақшасы көп адамдар емессің. Расулдың қасында жүріп. Алла баракат берсін бауырым. Қабыл болған умра болсын. Негізі, білесің ба, Пайғамбар саллаллаху хадисін, қабыл болған умраның сыйы жәннат. Сондықтан Алла қабыл етсін. Аман бол, сапарың сәтті болсын. Қошемет көрсетіп қояйық. Нұрадин, бірауыз айтып жібересіз бе? Бисмилля, алхамдулилля. Шыны керек күткен жоқпын. Бір нәрсе айта кетейінші, мен өзімді лайықты деп санамаймын дәл қазіргі сәтте. Себебі
мен өткен жылда қатыстым, бірақтан өткен жылғымен салыстырғанда менде ешқандай әлі алдағы қарай қосу болған жоқ. Шыны керек Расул аға, мен Расул ағадан қатты қысынып ұялып тұрмын, өйткені жыл бойы мен көрген кезде әрдайым сұрайтын, Үрек бауырым, сен Құран жаттап жатсың ба, сен бірінші орын алу керексің деп. Мен ұялып қысынып қалдым, Расул ағаны көрген кезде сразу қашатынмын. Өзінен сұрамайсың, өзің жаттап жатсың ба? Өйткені жаңа деп сұраған кезде қысылып қалдым да, жыл бойы әлі өткен жылғыдан қоспағаныма өте қатты қысынамын. И осы жерде негізі арамызда оған менен де лайықты жігіт бар, ол Нұрқожа. Менен де екі есе көп білет жаттаған, и кешегі футболға келместен сол Құран үшін, умра үшін лайықтанамын деп ойлаймын өз басым. Сен лайықсың, ол да лайықты, алхамдулилlah. Саған да путевка бар, оны қазір жеке айтамыз оларға. Қай жігіт ол? Кімді айтып отыр? Сіз ба? Сарманы ба? Машалла. Қазір саған да Сарыағашқа путевка өйдім. Біз Құран жаттадың ба деп жұмысшыларынан сұрай берген жоқ, өзің де жатта бауырым. Өзі алдында жүрді. Біраз алды да. Мұра сен жағаласпай тұрайын, мен өзім сөйлеп отырмын. Жалпы Құран деген арабша білмеймін деген нәрсе өтірік ол. Арабша оқу білмеймін деп жатсыздар ғой. Құранды үш түрлі мағынада, үш түрлі қолдануға болады. Бірінші, тек жаттау үшін оқылады. Екінші, мағынасын түсіну үшін оқылады. Үшінші, тек сауап алу үшін оқылады. Білесіздер, Құранның бір аятында 10 сауап бар деген пайғамбар. Сондықтан бір әрбінде, то есть бір әрбінде 10 сауап. Енді қараңыздар, осы үш түрлі мақсатпен оқысаң да, оның сауабы бірдей. Жаттасаң да, мағынасы үшін оқысаң да, қазақша Құрандар көп қой, енді қазақша түсінеміз ғой бәріміз. Сол қазақша Құранды ашып, кейде үйде әйелімен тамақ ішіп отқан кезде 5-6 аятты оқып, сөйтіп отырсаңыздар өте керемет болады. Алла баршамыздың иманымызды арттырсын. Екінші 132 аят жаттаған мына жігіт қой, Рүстем ба? Мұра? Рүстем деген жігіт қайда? Саған умыр аламыз деп ойладық та, сосын типаль береміз деп шештік. Сосын үшінші 128 аят ақыл деген жігітімізді Алла баракат берсін. Алыңыздар, алып әдем болып отыру керіңді, істемей Құдай біледі. Рахмет, отыра көзір болды. Дұрау айтып жіберсем ба, Сабжан? Мынау біздің компанияның закупкаларға қарайтын директорымыз, бұл яғни Рүстем, бұл компанияда менен кейін тұратын жігіт, осы жігіт. Аса еңбегі көп сіңірген жігіт осы. Бәріңізге бір үлкен... Дубай аман жіберсе болады. Бәріңізге үлкен бір сабақ болу керек. Жұмысы қаншалықты маңызды, үлкен ответственность болса да, Құранға уақыт бөледі. Осындай болуыңыз керек. Сол үшін Рүстемге ерекше рахмет. Алла разы болсын. Зато үшке сок ішіп жатасың. Одан кейін ақыл бауырымыз закупщиктердің ең главный болып саналады. Қытайда көп жүреді, сапары көп. Өткенде менімен сөйлесіп қалғанда, аға мен бірінші болуға тырысайын ба деп мен айттым, жақсы тырысып, үшінші орынның өзі үлкен жетістік. Сонда үлкен жұмыстарына қарамай, жасына да қарамай, 40-қа жақында қалған жігіттер Құранды тоқтамай жаттап жатыр. Сол үшін жастар, сендерге үлкен пример деп ойлаймын. Және қыздарымыздың арасында, ару қыздарымыздың арасында Мөлдір деген қызымызды енді қанша аят екенін айтпай қойын, өзінің ішінде болсын. Мөлдір деген қызымызға Алла разы болсын. Қошемет, құрмет көрсетіп қойыңыздар. Дидардағы Мөлдір. Дидардағы Мөлдір. Мен қашан оқып едім деп отқан сияқты. Құтты болсын. Алла баракатын берсін, машалла. Осылай әдемі болып, өте жарасымды сондай. Орамал хиджаб деген жақсы ғой негізі.
болмаса. Енді лучший продавец года деген кісіні білгілеріңіз келе ма? Мына жерде енді атын мынандай д барып жазып қалмайды. Лучший продавец года деген жаңағы не ғой да? Сатушы ғой, иә, кәдімгі сауданы ең мықты сатқан. Негізі кешіріңіздер, бірдеңе қалып кетіпті мына жерде. Өткен жылғы қорытындыда бірінші орынды алған негізі iPhone бауырымыз Расулдың. Алдыңғы жылы iPhone бауырымыз Расулдың туған інісі. Руслан негізі аты iPhone тұрып қойшы орнынан. Бұл жігітке жетем деген адам білмеймін ау. Жұмысты қойып мешітте iPhone қасында жүгірікші. Тоқтаған жерде отырып. Мен жара саламын дегенсіз. Саған жоқ ма сен? Біздің компанияда жұмыс істейді. Келесіде жақшасын. Келесіден бастап иншалла. Я твой соперник. Ахи, кайфа. Одан кейін өткен жылы Элдар бауырымыз. Міне Элдар, қошамет деп қойсаңыздар ғой. Осы жігіт бірінші орын алған. Январда кетеді. Осы январда Элдар бауырымыз умраға кетеді уже 12-ші январда. Енді былтырғы несіне сыйлағандарыңыз қоя түсірген бар. Иә, былтыр. Жұмсағына байланысты бара алмай қалып, осы сапарда бізбен шығып жатыр міне. Негізі мына кім жаңа осы беріп жатсыздар ғой, умраға сапар беріп жатсыздар ғой. Соны негізі бірге жіберсеңіз өте жақсы болмай ма? Дұрыспен. Иә. Бір отбасынан біреуін алсайшы сен. Иә, мынаны. Әкесін отырғызып қойсын. Мына Руслан менің бауырым айтады, умраға ең бірінші компанияда құрамына бірінші орын алған жігіт қой, сол айтады, өзінің орнына туған үлкен ағасын жіберуге өтініш жасап жатыр. Қарсы еместер ме? Роман деген ағамыз бар, біз үш туысқанбыз. Сол ең үлкен ағасын өзінің атынан умраға жіберейін деп жатыр. Сіз өзіңіз барыңыз. Енді ең соңғы жігітіміз бар, ол енді компанияда қазір жұмыс істемейді. Бұл өзім водитель, тағы менің інім болып келеді. Бұл қазір 300 қанша аят жаттаған? 380 аятпенен Нұрқожа бауырымыз ортаға келіп қойса. Бұл кісінде компанияда жұмыс істемесе де умраға жібереміз. Машалла. Сізге де умра жолдама. Ассаламу алейкум. Машалла. Сіз де умраға кетіп жатсыз. Жаңа бауырым лайықты деп жатқан жігіт сіз ғой да? Элдар. Болды, машалла. Бірге кетесіздер енді, Алла қаласа. Солай ғой? Жоқ, сендер сен Риза компаниясында, мен Риза емеспін конкретно. Жоқ, мен умра сапарына баратын тревел ашқанда негізі. Шам тревел. Сол основателі мен ғой енді өзім ғой. Брачкелер жұмыс істеп жатыр. Бұлар умраны қайдан алып жатқанын білмеймін. Маған звондамайды вообще. Бағана умрадан сұрап жатыр, 3-4 умра, 4-5 умра ебейді. Менен алсаңдар сендер менен алыңдар. Неге десеңіздер, Қазақстандағы ең арзан, ең доступны баға менде ғана негізі. Шын $1200 деген баға қазір енді жоқ шығар деп ойлаймын, өткені өте қымбаттап жатыр. Ан жақтағы гостиницалар, ан жақтың жүріс-тұрысы солай өсіп жатыр ол жақта Саудияда. Сондықтан кімді умраға жіберем десеңіздер, хабарласыңыздар. Жағдай жоқ болса, айтыңыздар, осындай жағдайы жоқ, осынша ғана ақшамыз бар, 300 000 теңге ғана ақшамыз болып тұр, қалғаны сосын былай қарыз қылып жаздырып кетуге де болады. Андай процент емес, үстіне айына 2000 төлейсің, 3000 төлейсің, Алла сақтасын, ондай емес. Просто доверие. Доверенность та керек емес, оған бүйтіп нотариальный печать басып отпаймыз. Қолды бердің, екеуміздің ортамызға Алла куә болды. Алланың куәлігі жетеді. Сондықтан жіберем дейтін кісілер болса, ақшаларың жоқ болса да келіп ниет етіп жүрген болсаңдар, ата-аналарың, бауырларың болса, реклама жасап жатқаным ғой. Жіберсеңіздер. Бұл ұсыныс тек Риза компаниясына ғана, жігіттер. Мынаны басқа жерге естіп алып, ана қарызға беріп жатыр екен деп беріп жатпаңдар. Просто бұл жерде әуелі Алла, одан кейін ақшасын беріп жатыр. Бесплат дегенге хотя бы реклама жасап кетсін деп жатырғанбыз ғой, дұрыс сол жағда. Келесіден бастап Сауыржан інім обязательно саған хабарласам. Мыналардікі әлі алынған жоқ. Алынған жоқ па? Алынған жоқ. Жақсы бола берді осы. Айфонмен жақсы бола берді. Сізге де умра жолдама, қошемет, құрмет көрсетіп қойыңыздар. Алла баракат берсін. Алла жүрісті болсын. Нұрқожаға ерекше рахмет айтқым келіп отыр. Бұл менің 5 баламды
сабағына апарып тасиды, мешітіне тасиды, тренировкаға тасиды. Сонымен бірге інілерін Құран жаттастырып, өзі де жаттаған міне. Кеше футболға келмей, 5 балам дейсің ба? 5 ұлымды тасиды осы жігіт. Кеше футбол ойнауға келмей, Құран қайталаған. Машалла, мен қуанғаным соны естіп. Рахмет. Зачем футбол? Дұрыс па? Когда там стоит ахира десейші. Солай ғой, ахирет тұрғанда қайда футбол, молодец, машалла. Сен сол үшін қолдаймын. Өз шам трейвелдан алып беремін, Құдай қаласа. Қасыңа айтамыз. Кім жаңағы нелер қайда, наградалар қайда, тек мен бір өзім жүрім керек па? Где? Вообще жараспайды екен нұсқан иә. Тек ұрысу жарасады маған болғаны. Жаман көреді мені бар осы еще. Тұрмана жерде дайында. Бастадық ал. Ең бірінші лучший продавец года. Яғни жылдың ең үздік сатушысы. Осы Ризадағы бүкіл тауарларды өзінің тауары құсап, жалмаңдап, жан-жағын. Бұны алыңдар, бұл китайский емес деп жаңағыдай. Бұны алсаңдар, бізде мысалы 7 тұрады, мына жерде ол 12 тұрады. Мен өтірік айтқан жоқпын деп. Сөйтіп жалмаңдап, жылдың ең үздік продавецасы болған Роза ханымды 300 мың теңгемен құттықтаймыз! Құттықтаймыз Роза. Ақтау Риза магазинінің продавец консультанты. Енді бұл қыздың мен ерекшеліктерін айтып кетейін сіздерге. Жылама, тап бір садиктен Сен прикол айтпа, сен жүргізе бер. Ерекшеліктерін айтып кетейін деп отырмын. Бұл қыз, біз айттық қой, администраторлар. Каждый жылдары өздерінің продавецтер жаздыңдар, лучший молодой. Негізі қандай болу керек лучший продавец? Сіздер айтып жатсыздар, өзінің отделін үйтіп қойды, бүйтіп. Жоқ, керек емес. Бізге былай. Егер де администратор басқа жаққа жұмысқа ауысып кетсе, орнына қала алатындай, міне, Роза болады. Ертең аден бір жерге кететін болса, например, или өсетін болса, Роза сол магазинді басқарып қалады. Машалла, көрдіңіз ба сізді қалай? Сондай жағдайда, сондай дәрежеде лучший продавец, консультант года. Роза! Рахмет. Сізге бүгінгі осы бастықтарыңыздың атынан міне 300 мың теңге сертификат. Просто сертификат, ақша жоқ. Ақшаны. Рахмет. Берет шығар еді, алдамайды. Береміз ғой, өзіңнің компанияға деген көзқарасың, тілегің, ниетің. Негізі жалпы енді дұрыс сұрақ қоймай жатыр. Жалпы өзіңіз жыл бойы жұмыс істедіңіз ғой? Үздік болайын деп жұмыс істеген жоқсыз ғой, дұрыс па? Чисто бала шағам, осы аманат біреудің енді мен жұмыс істеп жатырмын, мен сатушымын, демек дұрыс жұмыс істеу керек маған деп солай істедіңіз, солай ғой? Аллах тағала сізді алды да бүкіл қаншама сатушының ішінде, мыңдаған сатушының ішінен сізді алды да лучший жаңағы сатушы, өшірші, ұзатып отырмысың. Сізді ең мықты сатушы қылып қойды міне. Бұл 300 мың теңге деген негізі ақша емес, жалпы қазірше 300 мың теңге деген ақша емес, бірақ осы бүкіл основной тип директорлар сіздерге осындай көңіл бөліп жатса, бұл мотивация деп ойлаймын барлығына. Солай емес пе, иә? Бүгінгі барлықтарыңызға рахмет айтамын. Барлықтарының отбасыларыңызда амандық тілеймін, дендеріңіз сау болсын, жұмыстарында табыс тілеймін. Осылай еңбегімді бағалап жатқандарыңызға мыңда бір алғыс, өздеріңізге мың еселеп қайтсын. Болды, машалла. Рахмет айтып көп. Аман болыңыз. Қол соқпай Розаға. Рахмет. Алла береке берсін істеріңізге. Роза ойнамады да 300 мың теңге аламын деп. Ойлаған шығар, біреусі келді продавец консультанттан. Бірақ 300 мың аламын деп ойлаған жоқ. Бұл пойызға билет алып бердік қой, туда баратын ше. Ақтаудан келді. Ақтаудан келіп. Туда баратын билет алып беріп жатырмыз ғой. Тамаққа бермейсіңдер ма деп, кеме алып ішті дедім. Самолетқа бермейсіңдер ма дейді. Сөйтіп мен пойызбен келе берсейші деп. Тамаққа бермейсіңдер ма дейді. Кеме алып қой деді, не қылып деймін. Басқа жақын жерде бере саламын деп. Негізі оныкі да дұрыс. Риза деген компания миллиард айналып жатыр. Қайдағы пойыз. Қатырасыңдар вообще. Мен бастық болсам самолетпен Эйр Астанамен ұшып жатырмын. Онда сен банкрот болып кететін. 2 жылдан кейін ба? Руслан қарызын ішті ба? Келесі награда енді бірінші мен сумасын айтайын, қанша алатынын.
500 теңге алады, короче, келесі награда. Ол лучший закупщик деген награда, яғни сатып алушы ма или сатып алушы. сатып алушы 500 теңге оған. Бірақ кім екенін мен айтпай тұрайын, өткен мына жаңа құлағыма сыбырлап айтпа деді маған. Мен өтірік айта алмаймын, мынаны айтып. Бізде лучший закупщик қара, Жарас бар. Одан кейін кім? Асқар бар. Асқар қайда? Асқар бар, одан кейін Мито бар. Мито деген бе? Міне, Мейірбек, Талдықорған магазинінің закупщигі. Үшеуінің қайсысы деп ойлайсыздар? Руслан бар. Мито деген кім? Қол көтер, Мито деген. Мито деген қол көтер. Қол көтер. Короче, Жарас. Жарас дейді. Лучший закупщик. Сен енді жылдың үздігі болып жатсың саған. Анау, мынау деп миын қатырып отыр, мына жерде жазылып тұр ғой, Жарас деп. Құтты болсын енді, шын жүректен лайықтысың бауыр, молодец. Сатып алып, біраз нәрсе өзіңді жейтін сияқтысың ғой, так. Таппай жатыр, негізі ол жерде. Шынымен жоға Жарастікі. Бұйырмай қалды ма, не болды саған? Жоқ, бұйырмады емес, негізі бұйырады, просто қараңыз. Ашық кетті. Сен жазып бердің? Сол фотосын жіберсің ма? Негізі бар. Просто балаға шығарды, мен кеше ауырып жатып, білмеймін қалай шығарғанын. Қазақ айтады, баланы жұмсады артынан өзің. Өзім барамай қалдым, ауырып тұр едім. Бір емес, ана үйдегі черный жібермедің бе қайтарып сол? Енді қараңыздар, Жарас жайлы бірдеңе айтып кетейін. Бізде адамның өзін жаман көрме дейді. Міне Жарас, міне барсыз. Міне, көрсетейін. Адамның өзін жаман көрме. Қол соғып жүріңіздер. Оны жасаған жаман қылықтарын жаман көрді. Дұрыс па? Соған келісесіздер ғой. Біз Жарас жаман көрмейміз, жақсы көреміз. Бұның бір кірттай ана несі бар, нерқыма тиетін жерлері. Өзінікін әкеледі, қысқыштай береді. Өзі аяқ көте бір затты ойлап алады да ақ келіп. Бізде 5-6 адам допщик бар. Сөйтіп бізден келеді да, өздеріміз үстімізден ойнатып қояды. Анаға сен видео едің. Ол ұят ол Жарас. Жора, келесі жылдан көріп отырсың ғой, сен ойлайтын жасың, мен жаман көреді деп, ерексе бергенге ше, дей бергенге. Бірақ мен сені жақсы көрем, қара, сені жақсы көрем, бірақ қылықтарыңды ұнатпай білмеймін. Бірақ сонда да лучший закупщик 500 теңге. Шабаласақ қой. Рахмет, алла берекесін берсін. Жарас жайлы айтып кеткім келіп отыр. Бұл Жараспен мен 5 жасымнан бері танимын. Бір залда өскенбіз екеуміз. Тренеріміз бір болған. Осы 5 жастан бері жүріп, Аллахтың қалауымен 6-7 жыл болды, біздің компанияға 7 жылда жұмысқа келіп, міне осындай дәрежеге жетісіп жатыр. Машалла. Екеуінің достықтарында бар ғой, біз алыстан қарап білуге болады. Былай қарасаң 10 деген сан шығады. Или -1. Шабаласақ қойыңыздар, құтты болсын. Бір ауыз айтып жіберіңіз. Рахмет. Алғыс болсын. Сол Риза компаниясына алғысым білдіремін. Рахмет. Енді біздің саған соңғы сөзіміз, соңғы тілегіміз Жора. Үйлен. Үйленбеген ба? Ол бірде де үйленбеген. Енді бос қатындардың екеуін ала бересіңдер. Мен ашық айттым, пластмасса әйел болса да алып ал деп айттым. Әдем бет жүрген кезде аласыңдар да 4-ші қатын, 3-ші қатын адам не берсін. Берсіңдер шосылар алсында бір. Жан-жағын түгілде басын. Үйленбе, газетай дейсің. Енді Жарас
жалпы тек жарасқа қатысты емес, жаке жаңағы Мұраның айтып жатқан әңгімесі тек сізге ғана қатысты емес, андай нәпсілеріңе тиіп қалмасын. Мен негізі бұл үшеуміз біз таңғы 6-ға шейін сөйлесіп, мен компанияның бәрін зерттеп алып, қазір сол үшін сөйлеп жатқан жігіттер бүгін тамада ретінде емес, мен осы екі жігіттің інісі ретінде осыны ұстап тұрмын қазір шындығында. Сондықтан бір-екі минустарыңды мынау дұрыс емес, мынаны былай істеп жүр, бауырым келесі бүйтіп жүр десе, ол енді сендер әуелі алда, екінші осы компания арқылы отбасыларыңды асырап отырғаннан кейін міндетті түрде тыңдау керек. Өйткені басшыға бағынған құл болмайды деген Бауыржан Момышұлымыздың керемет сөзі бар. Басшыға бағыну керек міндетті түрде. Ол шариғатта да, табиғатта да, дінде де, дінсіз адамға да, дінді адамға да басшыға бағыну ол прямой бұйрық болады. Сондықтан минустарыңды айтып жатқан кезде жақсы деп қабылдап, дұрыс жағынан қабылдап кетсеңіздер, өздеріңізге жақсы болады. Жаке солын айтайын деген просто андай көңілдеріңізге тиіп қалмасын, жақсынан. Мен білмеймін ғой енді, просто енді көңіліне тимейтін шығар, енді достарым. Тимейді ғой, көңіліне тиетін болса, баяда жұмыс ашып кетеді. Енді лучший администратор года, лучший администратор, ең мықты администратор, жылдың үздік администраторы 500 мың теңгемен марапатталады. Құрмет қошеметтеріңізбен атын атайын, Шапалақ Алдажарова Мөлдір деген қанымды қошемет қылды. Қордай магазинінің администраторы. Алла разы болсын. Өткенде қой. Өткенде көрдің ба? Темек шектірді. Жолдасы кім? Нұрхат, інім, келші. Берген Нұрхатсыз бұл не қылмайды? Нұрхат болмаса жатқанда да кісен салып жатам дейді ғой, қолға. Білмеймін ғой. Осы екеуінің несі бүлдіріп жүрген бәлесі бар, міне қашық. Рахмет, Алла разы болсын. Осылар мінеке көрдіңіздер ғой, результат бар ма? Күні түні пакетпенен Қордайға кіреді, жақын бауыңға кіреді демей-ақ қойыңдар. Барып күніге сіздерге жағдай жаратып қойыппыз. Нұрхат бауырың өзіңнің компанияға деген тілегін, ниетін. Әйелің сөйлемек қойсын деп жатырық та, просто өзіңіз сөйлеп жатырмын. Ол магазинде сөйлей берсін. Ассалаумағалейкум. Рахмет, баршаңызға Алла разы болсын. Бұлай аламызды ойламайық. Жоқ, білмеді, серьезно. Рахмет. Смело сөйле, 500 теңге бар. Қара, мына компания жайда жалпы өзіңнің ниетің, болашағың, айтың бұл. Өзі сөйлейді ау негізі ше. Бері оған Сөйле, айт компанияға дейінді айт. Негізі айт өз ой. Мынадан пайда жоқ, қайта берсін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Өйстіп еңбегіміз еленіп жатқанына қуанып тұрмын. Алла разы болсын. Не деп айтайын, бұл жетістігіміздің бастамасы, иншалла 2025-тегі планымыз. Бұдан да оны сөзбен емес, іспен дәлелдейсіздер. Мен осы Мөлдірге бір ерекше сөзім бар. Бұл кісілер Қордай магазин алған кезде бір 10-нан төменгі неде жүрген, қазір міне бірінші орынға шықты. Бұл не деген еңбек? Соны бағалаңдар, басқа магазиндер сылтау айтуды қойың. Міне пример сендерге. 10-нан төмен болды, қазір бірінші орында. Пожалуйста. Рахмет. Еще андай сыйлық алды. Мынандай сыйлық. Еще үлгеріп жүр, Құран жаттап үлгерген. Бәрін істеп жүр, молодец. Күйеуі біз өткенде бардық қой Қордайға. Шын машалла. Негізі қазір көпшіліктің ортасында кісі сәл қысылып тұрған шығар, бірақ ан жақта күйеуін зылдатады. Отыра берсеңіз болады. Қошемет соққыңызды. Рахмет. Күйеуі әнжәри күтуде жүгірген ғой. Мен Қордайға көп тойға барам ғой енді. Қордайда ең үлкен ресторан бар еді, өзі андай 500-600 адам сиятын, соны алып мынау шынды магазинде жүрді олар. Адамдар сыймайды қазір, 2 күн жазады тойлар. Енді келесі марапаттар олар енді 2 миллионнан 5 миллионға дейінгі марапаттар мына жерде. Негізі беріледі ғой таяқ ақша, иә? Ертең қияметте мен сұралып барып жүрмеймін. Беріледі ғой тоже, иә?
иә беріледі иншалла. Тек қағазын алып Келесі осы жылы. ақтауға қағазбен қайтпасын. Ол қазір уже мына жерден беріңдер қазір ақшасын. Қырықтап жүрмейік. Так. Заслуженный водитель дей ма? Заслуженный водитель года. Заслуженный водитель года деген болмайды. Заслуженный водитель. Иә, заслуженный водитель. Барлық жылдағы жалпы осы қашаннан бері жұмыс істеп жатыр, ол соған лайықты деген сөз. 2 миллион теңгемен марапатталады. Оны мен сіздерді Молдашев Бауыржан деген жігіт. Тұр деген кәдімгі водитель болды. Администратор деп талдауымыз. 2 миллион теңге ана қарашы көре алмай отыр ғой. Айтпаса қол соғады ғой. 2 миллион. Бауыржан аға бізде қазір 7 жылдан аса жұмыс істеп жатыр. Бұл жұмысқа келген кезде бізде мынандай қазір офис бар, Аллаға шүкір, бәрі жағдай жасалған. Свет жоқ, жаман жерде, жаман суық жерде жұмыс істейсің. Сол бастан бері жүрген ағамыз осы. Осы ағамыздың еңбегі зор. Өйткені қазір Аллаға шүкір офисіміз бар, жағдай жасалған. Жаман машина айдап, қазір міне жақсы машинаға дейін жетіп келді. Осыған бір үлкен алғысымыз бар. Рахмет аға. Иә, Бауыржан ағаның үлкен еңбектері көп, жасы үлкен болса да, мынандай қара жұмысты білесіздер ғой, водительдің жұмыстарын, негізі оңай жұмыс емес ол. Тем более, оған бір зат жетпей қалса, Бауыржан аға анайға барып келіп, не қар? Өзімізде үлкен адамға сөйлеу қатты қиын. Мен бірақ осы кезге дейін деп сөйлеп көрмеппін. Бауыржан аға, былай жасап берсеңіз, артық жұмыс айтсам ақшасын беріп деген сияқты ше. Қатты қарапайым кісі. Бір жағынан ол да бар. Қанша болашағы бар, бәке? 3 қызым бар. Сол 3 қызың несібесі міне 2025-те әдем басталып отыр ғой. Несібең арта берсін. 2 миллион теңге 3 қызыңа Құдай қаласа жан-жарыңа қалаған сыйлықты алып беріп, қалаған жерге қыдыртып аласың. Қошемет көрсетіп. Зато айтады 3 қызым бар ғой, Алла берген. Зато бүйтіп айтады. Біздің папамыз самый лучший папа дейді. Сен оған 2 миллион апарсаң да, 200 теңге апарсаң да, осы еңбектің бәріне Аллах тағаланың қалауымен осындай ақша алып отырсың. 2 миллион құтты болсын. Мен Амин, рахмет. бір той. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық бәріңізге. Не деймін, толқып отырмын. 2 миллион қалай толқымайсың? 300 теңгені өзің жыла жүрдің. Еңбегімізді елеп жатқан Риза компаниясына өте ризамын. Алғысым шексіз. Шаршамаңдар, осылай жұмысты жасай берсеңдер. Құдай қаласа. Не сияқты ақша алсыңдар? Еңбектер еленеді деп жатқан ғой. Үлкендеріміз аман болсын. Тілектеріңіз тілеп жүре беріңдер. Рахмет, жұмыстарыңызға қаласа берсін. Баукеңе қошемет көрсетіп қояйық. Рахмет көрдім. Ал енді, кетші ақылға беріңізші. Намы? Келесі марапат вообще 4 миллион теңгелік марапат. Немене қарсы, мынаның бәрі банкрот етіп қоймайсыңдар. Самый активный сотрудник деген кісі Кім? 4 миллион теңге ұтайын деп тұр қазір. Ұтайын деп тұр деп қой мен бір. Самый активный дегенде Лат ойнатып отқан сияқты мына жерде. WhatsApp-тан, администратор группадан, закупщик группадан бір зат жазсақ, сразу активный бәрін орындап қояды. Кімді ойлайсыздар? Қошемет, құрметпен 4 миллион егесі Қайрат! Заходите страсти, приходите в гости. Место это оставляет только гости. Қайрат, асықпа. Сен 4 миллион ал. Шабала соқпаймыздар. Заходите страсти, приходите в гости. Место это оставляет только гости. Серьезная встреча, время забито на 8. У тебя воняет мефом, блядь, иди повыси. Игрушка не детская, вырезай. Қайрат бауырымыздың ерекшелігі өте еңбекқор, қанша қыздарменен тіл тауысып
Зыряновский дегеннің нелерін білемін, ол жерде мен өзім тұрып жұмыс істеп көргем, продавецтер өте қиын. Солардың бәрін басқарып отыр қанша жылдан бері. Қанша қыздармен жүрген? Одан кейін менің ол бір жағынан құдам болып келеді, туған құдам. Құдасы болғанға беріп жатқан жоқпыз. Бізде ондай жоқ. Білесіздер ғой, біздің компанияда туған іні, аға деген жоқ. Кім достойный сол алады. Ойлап қалмаңдар, құда болған қалды деп. Достойный. Мойындайсыздар ғой бәрі. Бәрі мойындап тұр ғой. Бұл тек иә деп қоймайды да, иә деп қоймайды. Уже кешегіде барып көрдіңдер ғой, Рүстем, дұрыс па? Результат бар магазинде. Порядка ма, порядка. Мен барып айтып кетемін, барынша орындайды. Қайрат, рахмет інім. Бірауыз дейміз компанияға. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға Алла разы болсын. Рахмет, барлықтарыңызға осылай жұмысты болсын. Жұмыс істесек, осылай результат болады иншалла. Машалла. Нацияның жоқ, бәрі дұрыс па? Соңғы аздау емес пе деп отырмын. Тұртыменен 200 берейін ба деп тұрған сияқты тұр. Білген жоқсың ғой, да? Жоқ, білген жоқ әлі. Өтіп кесі бар ма? Бұрыннан Роза, осындай 4 миллион, 3 миллионға жылса, 300 миллион. Роза, сен 4 миллион алсаң не істейдің сен? 4 миллион алса сендерге қарап, кетті, мен жұмыстан шығамын дейтін сияқты. Рахмет, қошемет көрсет, жерек, қайратқа. Енді бұл кісіні айтсам уже бәрі біліп қояды ғой, интрига қылмақ қояйын, иә? Жасы үлкен жұмысшы деген номинация болып тұр ғой. Айтасың ба? Айта қой өзің. Бұл жерде бұлай болды, қараңыздар. Саламат қанша уақыттан бері еңбегің бар? Дұрыс па? Зулия тәте, сіздердің семей магазиндегі басында барып, сол жерге барып, сол семей магазинде анандай остатықпен, ақыл білесің ғой? Сондай остатықпен, ана магазиннің, мына магазиннің остатығымен анандай дәрежеге көтеріп бергендеріңіз үшін саламатқа деп берейін десем, келімнен қапшағай кетіп білдіріп жүріңдер. Осы негізі беретініміз Зулия тәте ең жасы үлкен жұмысшы. Зүлфия ханым, сіз 2 миллион теңгемен марапатталасыз. Қошемет! Анаңыз ба? Машалла. Зулия тәтеге беріп Бағана анамыз бір ауыз тілегін айтып кетті ғой. Рахмет, өте күшті, лайықтысыз, жасыңыз үлкен деп сыйлап жатқан ғой. Бұл әшейін ол жас үлкен деген өтірік номинация, мен түсінгенім бойынша сіздің еңбегіңіз зор, ақылыңызда, жұмысыңызда, жаныңызда отырған ол қыздарыңызға да дұрыс нәрсе үйретіп жүрген үшін осы сыйлықты беріп жатыр деп қабыл аласыз. Зүлфия ханымға қошемет көрсеткеніңізге. Айтарыңыз бар ма? сөз жоқ. Право сөйлеп жіберейін, конечно. Мен күткен жоқпын, шын айтайын, күткен жоқпын. Мен күттім біраз адамдар. Айтшы едім, мен интрига қатысынша. Енді бірақ сол еңбегімізді бағалап беріп жатқандар үшін рахмет. Алла разы болсын, Алладан мың еселеніп қайтсын. Оны енді Семейдегі деп жатыр ғой, Семейдегі жағдайды енді көп адамдар біле бермейді. Сол еңбектеріміздің брат біледі, серік бұғалтыр. Жақсы біледі, сондай адамдармен жұмыс жасағанымызға. Сол еңбегіміздің жемісін осылай көріп жатырмыз. Рахмет, Алла разы болсын. Көп рахмет, Алла разы болсын. Күткен жоқпыз. Айтам, осындай компанияда істеп жатқанына қуаныштымын, өте қуаныштымын. Шүкір, алхамдулилла. Бұл кісілердің неміз құлайын деп жатқан кезде минусқа кетіп қалған уақыттарымыз болды. Байқап жатқан шығар 700 миллионға қарызға кіріп кеткен уақытымыз болды. Сол кезде магазин құлайын деп жатқан кезде Алматыдан барып, осы Зүлфия ханымменен ақыл осы саламат басында жүріп, сол магазинді реттеп, міне қарызға шығуға мүмкіншілік берген осы кісілер. Бұл өте лайықты кісілер. Рахмет. Рахмет. Ойлаңыз, 700 миллион қарызынан шығарып берді. Сән жан негене басықтар.
Үйіңізге көмек болады Жүлет иншалла келесі жыл кіресіз. Қарызға шығарып беріп 2 миллион беріп 300 мың теңге береді. Нәтижелі жұмысшы дейді. Нәтижелі жұмысшы дегенде өзінің результат көрсеткен. 4 миллион теңге ұтайын деп жатыр. Ұтайын деп жатыр деп ма? Мен что-то лото. Қапчаға кетіп ау деймін. Лотоға кіріп кетіп отырмын мен ше. В общем, 4 миллион теңгемен марапатталайын деп жатыр. Нәтижелі жұмысшы, яғни осы басшылардың көзіне түсіп, нәтижені көрсете білген, тек ауызбен емес, міне сен мәке, сәке болды, қатырам деп аферистер бар ондайлар негізі. Осыны шынымен конкретно жұмысыменен еркекше айтып, еркекше жұмыс істеп берген 4 миллион теңгені Асқар деген жігітті қошемет құрметпен құттықтаймын. Алла жағын Асқар. Ол гарантийный ғой, 4 миллион. Көрдің ба? Біз екеуміз ағармаймыз, бірақ көгереміз бауыр. Құтты ғой. Осы Асқар бауырымыздың ерекшелігіне қараңдаршы. Бізге келгенде жай не болып келді, продавец болды. Сразу закупщикке кірісті де результат міне. Тез арада. Грузчик болып келді ма? Қысқа уақытта мынандай дәрежеге жетті. Неше жыл бұрын? Примерно? 6 ай жұмыс істедім грузчик. Неше жыл бұрын? 2 жыл бұрын 6 ай грузчик болып жүріп, 13 бүйтіп барып 4 миллион теңге ұтып тұрсың. Аллаға шүкір. О, брат, соң айтайын. Бұған ағасы. Сен қарындасың ба? Күйеу балаң қандай? Қарындасынан қорқады десең. Асқардың үйренетін нәрсеміз көп. Жалпы отбасы, қайын жұрттың отбасы бәрі пысық екен ғой негізі, сен білдексің қай жерден қатын. Но қазір қарындасы, аға ана 4 миллионды мен алайыншы десе, бере салайын деп тұр ғой қазір, дұрыс па? Дұрыс емес па қарындасының? Соны біліп, анау іште, Алла сұрасын. Лайықсың, брат. Асқардың қарапайымдығына қараңдар жігіттер. Өте қарапайым. Қара дейміз. Одан кейін бұл Асқардан тағы үйренетін нәрсеңіз бар. Байқайсыздар ма, біз не үшін тренировка істейміз, не үшін футбол ойнаймыз, жарыс өткіземіз. Ол футбол деген көп адамдар ойлайды, расход деп. Ол инвестиция негізі. Спортта мықты адам, ол бизнесте де мықты болады. Міне дәлел. Спортта лучший ма? Лучший ғой. Міне бизнесте де лучший. Сол үшін егер адам спортта өзін көрсете алмаса, немесе бала кезінен бір достижениеге жетпесе, ол бизнесте ешқашан жете алмайды. Міне сендерге Асқар дәлел. Қарапайым, спортта да номер 1, бизнесте да номер 1. Асқар, бір ауыз елге деген тілегіңіз. Ассалаумағалейкум. Дейміз. Алла разы болсын. Үйіңе звонда отбасы 4 миллион 500 тонна рушка. Осындай компанияда жұмыс істеп жатқаныма Аллаға сансыз шүкір. Алла разы болсын. Қошемет сақ қойыңыздар. Көп рахмет. Өзі сондай қарап, мынау мамам десе. Апа, рахмет. Мына кісінің негізі сіз бар ғой, мыналардан да Құдай қаласа өте байып кетесіз. Не екенін айтайын ба? Өйткені сіз каждый сыйлық алған кісіні келіп құттықтап бетінен сүйіп жатсыз. Соны қазақ айтады, қуана білмегенге құт қонбайды, бағалай білмегенге бақ қонбайды дейді. Сіз біреудің жетістігіне қуансаңыз, Алла екі есесін қуанса. Күйеу болса ол ана 4 миллион қызына барайын деп қой, содан екі қуанса. Бауырдан артық ұзын 500 мың ауыстырып алсай. Едегі қадақ бітсе үшін. Деп айтсын. Мынау немене? Самый лучший мозга. Ең топта жүрген магазиндерді қанша жылдан бері өзінің еңбегіменен сол топта ұстап тұрған жігіт. 4 миллион теңге ұтайын депті. Ой, ұтайын депті де қоймасын. 4 миллион теңгемен марапатталады. Жалпы топ магазиндерге еңбек еткен қанша жылдан бері. Әлі де сол топ магазинді ұстап отыр, топшик.
Мейірбек. Лито. Түрлеріне қарасаң, тамақ ішпейтін үйде бір өмір системалап жататын адамдар ұқсайды екен. Бірақ ұтып отқан 4 миллион теңге. Құтты болсын жігіттер. Так, Мейірбек жайлы мен бір ауыз айтып кетейін. Бұл Мейірбек білесіздер басынан Талдықорған, Мейірбек магазині осы жігіттен ашылды. Қапшағайдағы Мейірбек магазин осы жігіттің атына қойылған магазин негізі. Ол жерде еңбек етті, одан Талдықорған, одан Бейнеу, Әби Бейнеу. Қазір уже айналып Талдықорған. Алхамдулилла оның жасаған магазиндері біздің менің жасаған кезімнен қазір Талдықорған жақсы. Рүстемнің жасаған кезінен қазір Талдықорған магазин жақсы. Мейірбектің еңбегі көп. Өйткені ол магазин білесіздер, топта жүрген магазин. 1-2-1-2. Осындай результат көрсетіңіздер, иншалла. Осындайда номинация болады біздерде. Үйленгенсің? Қанша баласы бар? 2 қыз, 1 ұл, машалла. Несібесі 4 миллион теңге. Ой, бүгін әйеліңе барасың да, бүйтіп қатын мына кел дейсің, чатасың. Алдын лақтыр жібересің, кеттім мен дейсің. 4 миллион мен саған айтайын, 4 күн нормально өмір сүресің. Айта ғой бір ауыз тілегіңді. Ассалаумағалейкум. Мен осындай сыйлыққа беріп жатқанға бастықтарыма рахмет айтамын. Ризамын. Мико жайлы айтып кетейін. Мико бұл жігіт бір уақыттары бір ауылға қайтады деген сөзді естіп қалып едім. Қатты настроением түсіп кеткен. Өйткені бұндай жігіттер біздің компания керек. Өте жақсы. И сол кезде қалғанын кейіннен көріп қатты қуанғаным бар. Мико, рахмет бізбен бірге болғанға. Молодец, лайықсың. Өз жаңа бірдеңе бұлдыр қоған балдар сөз жүреді екен. Басыққа ұстап қоймайын деп жүреді. В общем, былай деп тұр. Ендігі марапат, бұл марапаттың иегері ең қатты жаны ашитын Риза компаниясына құлдырап кетпесе екен, осының Риза компаниясы өсе берсе екен деп мыналардан да қатты уайымдайтын жігіт бар. Сол жігітке 5 миллион теңге береміз дейді. Егер бұл номинация компанияның жан ашыры деген атты енді білмеймін. Алла сондай дәрежесін көтеріп қойыпты. Бұл жігіттің жан ашыры деген сөз енді өте мықты. Кім деп ойлайсыңдар деп айтпай қояйық. Кім деп ойлайсыздар жарайды? Ешқайсысы білмейді. Жұбатиров па? Жұбатиров Серік деген шаштарыңның исін сағындым. Сәке машалла, құтты болсын. Аллах дәрежеңізді сондай көтеріп қойған екен. Қараңызшы, компанияның жанашыры деген мен машалла. Керемет, керемет номинация. Жоқ, анау сіздер алып жатқан номинация лучший сотрудник, лучший администратор, лучший водитель, лучший анау мынау жүргізуші, өйтті әкеліп беруші, сатып алушы, сатып беруші, оның бәрі мықты. Бірақ бүкіл компанияның ішінде өзіңнің компанияңды ашып қойып бүйтіп қарап отырасың ғой енді. Примерно бүйтіп сақалын сипап қарап тұрады ғой бүйтіп. Сол кезде қарап тұрып, соның ішінен қаншама адамдардың ішінен ең мықты мен үшін жан ашитын деп тұр ғой мына жігітті шапалақтап. Серік жайлы айтатын болсақ, бүгінгі кеш жетпей қалатын сияқты. Бұл жігіт мен бұның артына жалын жүрген компания келді. Бір уақыттары келді. Келгелі бері біздің қандай жағдайымыз жоқ еді вообще. Контейнерлерде түнде свет жоқ, ақша санап отыратын қанша қиыншылықтардың бәрін осы жігіт көрді. Бұл компанияда ең көп істеген жігіт осы. Бұның бір жақсы қасиеті постоянно компанияға міне Рүстемді алып келген осы.
міне қазір ол Рүстем компанияның ең үлкен жігіт осы менен кейін тұратын осы жігіт соны алып келген міне Серік. Сондай жаңаша сонша. Бұл жігіттің өте еңбегі көп. Серік, саған Алла разы болсын. Өміріңе, отбасыңа береке берсін. Амин. Қарауыз тілегіңіз. Ой, смелость, сен без меня нравится. Эй, деп па. Ассалаумалейкум деп сөйлесең де болады. Ассалаумалейкум баршаңызға. Дауыс басқа уже. Не дейміз? Рахмет, Алла разы болсын. Уже мен 5 минут уақыттарыңызды аламын мен сөйлеуге. Мына жерде шыны керек айтты, шек болмады, Аллаға шүкір. Даже осындай сұрақтар да келді. Менің айлығым шыны керек 150 мың уақытында біреулер $1,5 миллион предлагать етіп келіп балдар. Давай сен толқы тек Расулдан шық болды. Мен сен кәдімгідей, мен сұрақтар Расулға сен жіберіп тұрған жоқсың ба? Ана если жіберсең, бесполезно, мен бармаймын оған. Если жоқ, менден не қылып жоқ сүйек, мен барсақ істеймін, мен жібермеймін сен деген. Енді толқып тұрмыз, Аллаға шүкір жігіттер. Мынау үлкен сыйлық. Бұдан негізі бұдан да үлкен сыйлықтар алғам Сәужан. Білемін, Сәке, мен білем ғой үшеуімді қалай араласатындарын. Алхамдулилlah. Мынау былай айтқанда 2-3 жылдан бері істеп жатқанда балдар бар. Мына жерде қараңғы жерде деп айтып отыр ғой, мына айфон бар, Нұрлан бар біздегі, Бауыржан аға бар. Төртеуміз шынымен айфон отыратынымыз дұрыс па? Нұрлан. Сендерге жастар, балдар, Жамбыл бар, бәрі жастар кәпсіздер ғой өзіміздер. Давай до конца істесеңдер, осы дәрежеге келесіңдер, иншалла. Ондай көңіліңізді түсірмей, жұмысы тек до конца істеңдер. Поддержка болады, мен бұл кісіге, мен анамы бер, мынаны бер деп сұрамадым, бірақ любой времен поддержка беретініне мен сенімдім да, сосын артынан айтып бердім да, жұмысын істей бердім. Қол соқ қойыңыздар, Сәке. Бұл сондай жанашыр. Бәрін ойлап отырады, жанын жақтамай. Тағы бұның бір мен жақсы көретін қасиеті. Серік, айфонның үйіне газ тарту керексің, болды жаңа жанып бітті деп ойлай бер дейді. Басын қатырмайсың ол затқа. Ана затты бүйту керек, мысалы, бая дайындап болып тұртты деп ойлай бер дейді, болды. Болды. Сол жері маған қатты ұнайды. Ол баршамызға ұнайды деп ойлаймын. Түсінгендеріңіз бойынша байқадыңыздар, Мұрат 15 күн екі қатынмен өмір сүреді, 15 күн еркекпен өмір сүреді екен. Сәке, көп-көп рахмет, Алла разы болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Және Риза компаниясының 2024 жылғы қорытындысы бойынша ең үздік нәтижелі администратор атымен марапатталатын 2 миллион теңге Сағындықов Әділбек деген жігітті қошемет құтты болсын Әділбек. Енді мен бұл Әділбек жайлы айтатын болсам, мен танымаймын, өзің айтсын. Әділбек Ақтауға барып көргенбіз, кеше жақында сапарға барған кезде видеолар түсіргенбіз. Сол кезде бұның көргенім магазинде 100-1200 бар. Жігіттер, сен тыңдайып та мына жақты. Келем поздравить етесіздер Серікті. 1200 квадрат точкасында бір орын жоқ. Товар, насколько бәрі квадрат пайдаланған, вообще, мен ондай магазин историяда көрген жоқ. Біз қанша магазин ашып жауып отырмыз. Ол ең лучший ұнаған магазин осы Адөннің қойған витриналарға товары и тазалығы. Сол үшін Адөннің, егер бұған 2500 квадрат беретін болса, ол 2x минимум көтереді бұл жігіт. Соған сенім бар. Молодец, Адөн, рахмет саған. Бұл өткен жылы ең үздік администратор номинациясын жеңіп алған жігіт. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Осындай сыйлық беріп отқанда, осы компанияның басшыларына бәріне рахмет айтамын. Алла разы болсын. Баршаңызды аянбай жұмыс істеуіңізге шақырып қаламын. Бұл компанияда иншалла өсім бар. Мен бұл компанияны жақсы көремін, жұмысымды да жақсы көріп Алла разы істеуіме уәде беремін.
Өйткені 2 миллион ақ қойдың да қашып жүр. Рахмет. Заранее алған ақша. Асқар, мынау алмаған ақшалар. Жаңа лучший аферист года дедім ғой. Оны айтқан жоқпын, бірақ кім екенін. Енді мына жерде осы жігіттер енді біз эмоциямызды көрсете алмаймыз ғой негізі. Байқайсыздар ма? Эмоцияны біз шығара алмаймыз. Мысалға, Роза деген ханым ол 300 мың теңге алғанына жылап атқан жоқ, еңбегі бағалағанына көзінен жас алып жатыр да. Қыз бала ол сондай нәзік керек. Сондықтан шын жүректен осы жерде тағы бір қызды жылатып аламыз ба деп тұрмын. Өйткені ол қыздың компанияға ең жақсы қызметкер деген атқа лайықты болып, ол кісі Мұқашева Аяулым деген кісі осы ма? Мұқашева Аяулымға бәріне ақшалай сыйлық беріп атса, Мұқашева Аяулымға Алланың қалауымен умра сапарына жолдама дейді. Құтты болсын, шын жүректен. Тоға өткендегі жігіт емес па тойдағы, әдемі қыз? Гавар жоға, дорогой болып кепсің ол. Әдемі бақ. Бала шағалардың рахаттарын көріңдер. Алла берген сол ұл қыздарының несібесін арта берсін. Енді жалғыз өзі баруға болмайды, умраға білесін, көба жанына еріп, енді өзіңді Алладан қарыз сұрайсың ба айтыр. Негізі қобылан алып қойған, аяуға да алып қойған, білмейді бірақ аяуға. Солай ма? Білмейді. Аяуға, қобылан өзіне алып қойған, аяуға біз компанияның атынан алып бердік. Уже билеті бәрі алып дайын тұр. Алып қойды ма? Ертең. Айер бітеп қарады ғой. Деген сияқты. Қаупшек компанияға өзің бір тілеймін. Ассалаумағалейкум. Барша коллектив дейінші енді. Барша ағаларымыз бар, апаларымыз бар, інілеріміз бар. Баршаңызға Алла разы болсын. Мінекей біздің коллектив мен не үшін ұнадым, расылаға. Бізде уважение, сыйластық дейді ғой. Бізде бәрі бір-бірін сыйлап, бір-бірімен ерегесіп, төбелесіп жүрген адам жоқ. Бәрі бір-бірін сыйлап, аға, іні бәрі орнына қояды. Сол мен алдында Рүстем досыммен ақылдасып қалған кезде осындай не болып жатыр. Соған біз өзіме біріне алдық, умра сатып алдым. Енді аяулымға білмесін, аманат деген соң, оны мен жанына жатсам да мен оған айтқан жоқпын. Сәл алыстау жаттың да ше? Жоқ, жақын жатамыз, Аллаға шүкір. Жоғымыз? Аяу енді шын жүректен құттықтайын, лайықтысыз. Солай ма, или өтірік па? Мен мына жерде Аллахтың ұлылығын айтқым келеді. Былтыр осы Қоған, Рүстем, сәл бәрі бірігіп кетті ғой. Қатты жылап қойып мен. Білдім сен жылапқа. Жоқ, шын бәрі кетті да, мен қалып қалдым, қоғанды қуанып шығарды, өзім қалып қалдым да сен. Осы уақытқа дейін не етіп жүрдім ше, именно январь деп, потому что мен жұмыс уақытым сол январьда босайды да, сөйтіп уже негізі ақша жинап жүрдім да. Былтыр бізге үй сыйлаған осы компания. Біз осы жазда сентябрьда кірдік. И сол үйге жаңа жинаған 600 доллар кетіп қалды да, сосын андай дұға етіп жүрдім де, Аллахым, сенің нең шексіз ғой деп ішті. Шын Аллахтың ұлылығы. Аллах разы болсын, осы компанияға жұмыс істегенде өте қатты қуанамын. Енді жыл сайын уже мен осылай қуантып жатсыздар. Үлкен рахмет. Бұл компанияға бар жанымызды салып еңбек етеміз деп уәде береміз. Барлықтарыңызды осылай еңбек етуге шақырамын. Барлықтарыңыздың еңбектеріңіз бағалауына ешқандай нем жоқ, күмәнім жоқ. Сол негізі айтарым көп, бірақ андай қобалжып тұрмын.
тағы да бірдеңе айта кетейін Расул аға. Әуелі Алла, екінші себепші сіз. Өткен жылы бізге Алланың қалауымен бізге үй сыйлаған болатын. Білем. Бүкіл өзектен хабарым бар. Кім не істеп, кім азыр. Алла разы болсын. Сол үйде сол кезде бізге айтқан болатын. Мына жерде білетін жандар бар, білмейтін жандар бар шығар. Үйді сатып, егер сыймай, бізде 5 бала шағамыз бар, Аллаға шүкір. Үйге сыймайтын болсаңыздар, үйді сатып, басқа жерден жер үй салып аламын десеңіз де өздеріңіз білесіздер деген соң біз үйді сатып Қаскелеңнен Ерзет район деген бар бізде. Сол Риза районынан біз Алла нәсіп етіп сол жерден бір үй салып алғанбыз. Алла разы болсын баршаңызға. Қошемет соқпаңыздар. Енді мына жерде ең соңғы бір марапатты айтайын депсіз ба? Аяу жайлы. Аяу жайлы айтқым келіп жатыр. Осы жылдың басында бізде өте қиыншылықтар болды. Жаңадан көп нәрсені внедрять ету керек болды. Мына Нүгіл ханымда бар, қанша қиыншылықтардан өттік. Біз анау бухгалтерия проблема болды, анау болды. Сол кезде осы Аяулым, Нұргүл ханым бәрі көмектесіп, осы проблеманы шешіп, қазір бір жақсы системаға алып келді. Рахмет сізге де көп. Аяу жайлы мен айтатын болсам, сіздерде қазір барлық администратор, закупщиктер де бар ғой да? Қолдарыңызда компьютер бар. Айтып бір программа беріп қойып деді, тым болмаса бір зат. Водительге де беріп қойды, дұрыс па? Осы программалардың бәрін реттестіріп, ретімен қойып, не Аяудың жұмысы. Мен бұрын каждый умақты көріп отыратын, каждый магазин умағына кірем, саудасын қарайым, оны шығам, анаған кірем. Қазір бір кнопканы басам, кірем, полный отчетты айтып. Ол Аяудың еңбегі. Аяудың еңбегі қазір машалла, оны бағаламасақ, онда біз ұят боламыз. Ол кезде біз айта алмаймыз. Біз еңбекті бағалайтын басшылармыз деп айта алмаймыз. Міне, доказать. Қошемет соқпаңыздар. Лайықтысыздар. Тоба, қандай нәрсе болсын Аяу? Алладан тіледің, Алла ол сен 100 миллион жинақ қойсаңдар шөтіңе, Алла шақырмаса бара алмайсың ол жаққа. Алла өзі шақырды, міне Алланың қалауымен барып жатсың. Енді баршаларыңыздың назарларыңызды бері қарай аударыңыздар. Мен мына екеуі білмейтін бір номинациямен бағалайын деп тұрмын. Қазақстандағы ең мықты компания Риза компаниясы. Үйді өтірік ба? Шынымен білмейміз ау. Мыңдаған басшы бар, мыңдаған қосшы бар. Солардың ішіндегі ең мықты басшыларымыз сары мен қара. Бірі сары, бірі қара, бірақ жүректері жүрген жері дара. Сіздерге әрдайым қолдауын беретін, айлықтан бөлек өздерінің жұмысын бағалы. Ешқандай жерде, ешқандай компанияда бұндай көрген жоқпыз. Бұдан кейін көрмейтін шығарсыңдар деп ойлаймын. Бастықтарың адал болса, значит, жұмысшылары екі есе адал. Қазақстандағы ең адал, ең қамқор, ең иманды, ең мықты бастықтар ол алдарында тұрған Рекең мен Мұрекең деп жазып қойыпты. Рас па, өтірік па? Сабырлықта, Алла разы болсын. Алдан қылдыр мынаған, ол 500 теңге маған берген маған. Жалпы, бұл мына менің айтып атқан сөзім, ол менің сөзім емес. Мен сендер жұмыс істемеймін ғой. Мына жұмысшыларының артында ерген әні бірәчке қарындастарының әңгімесін мен жеткіздім деп ойлаймын. Солай ғой да? Ең үздік, ең мықты. Машалла, бірақ осыған сәл бүйтіп өздерінше болып кеткен, сәл тәкаппар болып кеткендер жақсы ма? Сразу риза болып кету мүмкін бауырым. Сондықтан сіз де лайықтысыз, сіздің жаныңызда бүкіл жұмысты атқарып, бүкіл тексеріп, жанын салып, анда оңтүстікке бар десең, оңтүстікке баратын, солтүстікке барасың, солтүстікке баратын жаныңда жүрген осы Мұратқа да бір дұрыстап шапалап.
баршаңызға рахмет. Осындай бізге сенім артып, осындай бізге үлкен номинация беріп жатсыздар ғой. Мен біріншіден осы командама осы алғысым көп өте. Өйткені менің осындай болып бір үлкен деңгейлерге шығып, бір бизнесмен Қазақстанда бір орынымыз болып жатқаным тек сендердің себепшісіңдер. Сендердің себеп болған себепті біз қазір осындай дәрежеге жетіп жатырмыз. Жылдың басында Мұрат досым айтқан маған: Расул, сен білім алсаң, сен любой жерде асасың, тосасың. Мен өзіме сенбегенмін. Міне Аллаға шүкір, қазір біз білім алып, компаниямыз уже Қазақстанда мықты бизнесмендердің арасында бір орнымыз бар. Осыны Мұрат досым маған айтқан: Расул, қолыңыздан келеді деп. Аллаға шүкір. Одан кейін мен сіздерге бір айтатын бір үлкен нәрсем, осылай бәріміз осылай бірге қартайық. Бірге қартайып, осы компанияны балаларымыз ары қарай жалғастырып кетсін. Соны сіздердің мен шынымен де жағдайды неғып қалатын деп ойладым. Білесіздер ғой, мынау хороший полицейский, Расул мырза. Жақсы полицейский, ол кешіре салады, қайталамасын дей салады. Мені білесіздер ғой, штрафовать етіп, праваңыздан лишить етіп, в общем, машинаның рулін көрсеңіз, жүрегіңіз айнытыңыз жібереді. Ол бірақ керек. Өйткені заң болмаса, қаталдық болмаса, қоғам бұзылады. Білесіздер ғой, заңды шығарып қойып тұр қазір, иә? Конституция бар, заң бар. Егер соны шығармаса, әркім ананы өлтіреді, ананы қинайды, осы білгенін істейді, арағын ішеді, иә? Дұрыс па? Бізде де компанияда сондай заң бар. Иә, заңның күші басында сәл жұмсақтау болды. Одан кейін Рүстем келді, білесіздер. Рүстем басында қатал болып келді, ол да. Просто физически күш жетпей қалды. Ол оңай емес мына компанияны басқару. Негізі Рүстем Расулдан кейін тұрады. Сіздер ойламай қойыңдар. Мен Рүстемнің алдын кесіп өте алмаймын. Мен полномочия SEO директор ғой, иә? Бірақ жұмысқа келген кезде по-любому Рүстемнің алдынан бір мәселе туындаса, өтемін. Өйткені сондай бар біздің компания. Дұрыс па? Мөлдір мықты бола берсен, бірақ Асқардың алдын кесіп өте алмайсың. Өйткені сен Асқардан кейін келгенсің, Асқар сені алып келген. Асқардан бұрын бізге шығып кеткенің ол сенің үлкен қателік. Сондай, барлығыңызда бар цепочка бар, дұрыс емес па? Сол сияқты. Рүстемнің білімі менікіден әлдеқайда жоғары. Ол закупта мықты. Менікі, жаңағы қаталдық жағы, ішкі система қалай болу керек, сондай жағынан. Мен ойламаймын негізі. Қабағым ашылмайды үшін сондай айтып отырмын. Мен ойламаймын, барлығыңыз жаңағы айтпай-ақ қойды осы жерде. Осы жерде бір немен қайтайын, бір тіс қайтайын жақсы. Рахмет, Алла разы болсын. Бірақ қазір болмаса, кейінен білесіздер. Сіздер ойлайсыздар мені жаңа айқайлайды, жаман көресіздер сыртымнан, дұрыс па? Бірақ результатты көріп жатсыздар ғой қазір. Одан 5 ай бұрынғы менің сөздерім ұнатпаған жігіттер қазір результатты көріп мойындайсыздар, дұрыс па? Дұрыс па? Өтірік па? Дұрыс та қозыңыз. Соның үшін тура зат айтқан кезде жаппай да нәпсіге, бірақ результатын көріп тұрып мойындатуға болады. Барлық зат сондай. Результат көзін көрсетесің, одан кейін барып, олар автоматически мойындайды. Алла істеріңізге береке берсін, одан да биік шыңдарға жете беріңіздер. Мен осы мына кешіміздің осындай деңгейде өсіп жатқанына Сабыржан бауырымызға алғысымызды айтқым келіп отыр. Рахмет, Сабыржан. Осындай сюрприз жасап жатқаныңызға мен таң қалдым. Өзі ақшама. Бұл кісімен бірінші танысқанымызда таңға дейін отырғанбыз, таң намаз оқып қайтқанбыз. Қатты жақсы оқығанбыз бір-бірімізді. Одан кейін атқа барғанбыз. Сондай бауырмашылық болу, ол негізі Аллах тағаланың бір қалауы деп ойлаймын. Сол үшін Сабыржанның осы жерге келуі, осындай деңгейде өтуіне мен көп рахмет айтқым келеді, Сабыржан. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Жалпы ислам дінінде жалпы табиғат, шариғат болып бөлінеді ғой негізі. Кез келген дүние, өмір, адамның өмірі қаласа да қаламаса да солай өмір сүреміз біз. Сен қалайсың ба, намаз оқисың ба, оқымайсың ба, шаруам жоқ. Бірақ Құдай солай бізге беріп қойған табиғат және шариғат. Табиғатта досты көп табасың, бауырды табасың. Табиғаттағы бауырларың ол сенің бір анадан, бір әкеден туылған бауырлар. Ал рухта
қиямда сәждеде тұрған бауырлар бұл Аллах үшін, Аллахтың разылығы үшін шынайы жақсы көретін бауырлар болса, ол жұмысы да берекесі болады, оның барлық нәрсе орнымен болады. Өйткені мен бұларға дейін де мықты жігіттердің тойын басқарып жүрмін. Бәрінің бір жасында мен жай далада жүрген тамада емес, біз Аллахтың қалауыменен елге танылып, ең үздік тамада дегенді алып, ең қымбат тамада болып жұмыс істеп жүріп қой. Мықты жігіттер, мынандай, бүйтем, жари гүжу деп жүрген жігіттердің бәрімен ортақ болып, любой время хабарласып. Менде андай қасиет жоқ. Екеуіне де айтқам, маған бәрібір рицасы бар ма, рицасы жоқ па, бастық па, водитель ма, тракторист па, футболист па, шаруам жоқ. Бізге просто сондай Аллах Тағала махаббат беруші, касаду деген андай бір күшті андай нәрсе бар да, сыйлық бересің ғой, қазір сен сотрудниктарға сыйлық беріп отырсың ғой, ол ортадағы махаббатты арттырады ол. Яғни бастықпенен жұмысшының махаббатын арттырады. Біз отбасымызға жауап береміз, сосын қол астымыздағы жұмысшыларға барлығына қиметте жауап беріледі. Бүкіліне. Сіз жауап бересіз, кім басшы болды, кімнің қол астында қанша жұмысшы бар, барлығы әйел адам болсын, еркек адам болсын. Енді жұмысшыларына осылай тура көзқараспен әдемі еңбегін бағалап, әрқайсысына 5 миллионнан, 3 миллионнан, 4 миллионнан мысалы беріп отырсың ғой, 300 мыңнан, Розан айта бердім ау. Жалпы бұның барлығы еңбек бағаланса, демек алға қарай өмір сүрмек. Кішкене ғана ақша алып, мәз болып біреулер умраға армандап жүрген болса, машалла, умраға бар жатсыздар. Ол жерге анау-мынау адам бара алмайды. Барлығы Аллах Тағала осылай себеп қойды. Осылай. Бұл жігітті неге Алла бай қылды? Вопрос: қандай адамды Алла бай қылады, қандай адамды Алла кедей қылады? Сұрақ қойып көріңіздер өздеріңізге. Бұны сіздер табиғаттан былай деп табасыздар. Қандай адам бай болады десе, ақшаға қатты, басы мықты істейтін адам бай болады деп любой адам айтады. Дұрыс па? Білімді адам, сондай бір бизнеске бірдеңесі бар адам мықты бай болады деп ойлайды. Бұл табиғатта. Ал шариғатта қандай адам бай болады деген кезде, жүрегіне дүниесі кірмеген пенде ол міндетті түрде бай болады. Естеріңізде болсын. Жүрекке кірмеген кезде дүниеден өзіңді алып қашқан сайын дүние сені қуа береді. Ал егер сен дүниені қуатын болсаң, Пайғамбар саллаллаху алейхи үлкен хадисі бар. Осыны етіп жазып, тұмар қылып тағып алсаңыздар болады. Жалпы менің үмбетімнің көзін бір уыс топырақ қана толтырады деген хадис бар. Бұл өте қорқынышты хадис негізі. Хадистер, аяттар естиміз, бірақ бұл осы ең қорқынышты хадистердің бірі. Өйткені біз бірдеңе атақ, даңқ, бірдеңе жету, бұған біздің көзіміз тоймайды. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, мен сөйлесем, өздігімнен сөйлемеймін, тек Алланың көкейіме салған сөзді ғана, жүрегіме салған сөзді ғана сөйлеймін. Өздігінен сөйлемейді. Сондықтан Аллах Тағала айтып жатыр, бір уыс топырақ қана. Қабірде сенің үстіңе келіп көп тастаған кезде ғана білесің, что саған ештеңе керек емес екен. Сондықтан өмір бар жерде өмір бар, өлмейтіндей өмір сүруге болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи осындай сахабалар болған, қасында. Сахаба деген ол жанында жүрген достары, бірге қолда көрсеткен, пайғамбарлығын мойындаған. Сол кісілер бұлай сұрақ қояды. Білесіздер, мұсылмандардың ішінде ең жомарты бар, дұрыс па? Ең жомарты. Яғни дүниесін шашатын, аямайтын ең жомарты бар, ең тақуасы бар, ең білімдісі бар, батыры бар. Соның ішінде жаңағы ең ақылдысы кім деп Пайғамбар саллаллаху сұрақ қойғанда, Пайғамбар саллаллаху былай жауап берген. Мұсылмандардың ішіндегі, иман келтіргендердің ішіндегі ең ақылдысы өлімді жиі еске алатындар және өлімнен кейінгі жағдайға дайындық жасайтындар. Демек, өмірмен өлім барын білгеннен кейін жұмыс істеп жатқан кезде намаз уақыты, ең қиын намаз уақыты асыр уақыты. Осы кезде адам сыналады, естеріңізде болсын. Асыр уақыты бұл жұмыстың қайнап атқан уақыт. Білесіздер, иә? Жұмыс қайнап атқан уақыт, кәдімгі түсіріп, хабарды түсіріп, анау сатушылар, мұнда клиент келіп жатыр. Сол моментте осы қыбыршып, бышып атқан кезде 5 минут Аллахқа шүкір етіп, тоқтай тұрып, қазір мен асырымды оқып алайын, Құдайыма шүкіршілік етіп алайын деп.
бұқ етіп сәждеге басыңды тастаған кезде бұл адамның бұл дүниеде де ақыретте де Аллах Тағала дәрежесін көтеретін адамдардың бірі. Егер осыны біреу жасап жүрген болса, іште енді ешкім айтпайды ғой мен жасап жүрмін деп. Жасап жүрген болсаңыздар, онда альхамдулилля деңіздер. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, Аллах Тағала сүйген құлына да, сүймеген құлына да дүниені бере береді, ал иманды тек сүйген құлына береді деген. Осы нәрседен айырылып қалмай, әрі қарай жұмыс істей беріңіздер. Шариғатты бірінші қойсаңыздар, табиғат өз орнын тауып береді. Любой салада. Мына кісіні не үшін бай қылды? Білесіздер ме? Омар радиаллаху анхумды Аллах Тағала оның батырлығымен алып келген исламға. Батыр болғандықтан. Осман деген сахабаны естігесіздер ме? Осман деген сахабаны. Ол кісіні Аллах Тағала мейірімділігімен өте андай, былай айтқанда, ұяты жер бетінде ондай, енді білмеймін, одан кейін болмайтын шығар. Ұяты мықты болған. Ол кісіден даже періштелер ұялатын болған. Өз денесін, өз әуретті жерін өлгенше көрмей кеткен, білесіздер ме? Өзінің әуретін өзі көрмей кеткен жуынғанда. Періштелер ұялатын болған. Сондай иманы мықты болған ол кісі. Сондай сахабалар болған, сондай қасиеттеріменен Алла дінге алып келеді. Егер біреу намаз бастаған болсаңдар, дінге бет бұрған болсаңдар, 5 уақытты бастаған кісі, значит, әйел адам болсын, еркек адам болсын, оның бойында бір қасиетімен алып келді. Бірін батырлығымен алып келді, бірін шыншылдығымен алып келді. Ал сахабалардың ішіндегі ең шыншылы кім болды? Кім айтады? Ең шын. Абу Бакр Сыддық ең шын. Пайғамбар салса, мен пайғамбармын деген кезде, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах деп сразу иман келтірген. Ол сұрамаған, қалай, кімсің, қалай болды, қалай кебасың, сразу иман келтірген. Шыншыл, өтірік айтпайтын болған. Сол бір қасиетіменен сол кісілерді дінге алып келді. Сіздерді де солай алып берді, және араларыңыздан біреуді бастық қылып қойған болса, Аллах Тағала бір қасиетімен бастық қойды. Мен ойлаймын, сізді Алла жомарттығыңызбен алып келді деп ойлаймын. Өйткені жомарт болмасаңыз, сәл артыңыз тырысып жүретін адам болатын болса, мынандай кішкентай, сіз сияқты айналдырып жатқан миллион адам бар. Мына жұмысты тек сен емес істеп жатқан братан. Миллион адам бар істеп жатқан. Ол Қытайдан тасып жатыр, мыңы тасып жатыр. Бірақ оларда Алла енді хидаят берсін, оларда шүкіршілік аз, садақа аз, біреуге көмек беру, жаңа енді көп айтып жатыр ғой, әйелді аяуды айтып жатыр, бізге үй берді деп. Қай компания, қай жұмыс, қай бастық үй береді жұмысшысына шақырып алып, сен бала шағаң көп екен, мына үй біздің атымыздан деп. Сол үйді орнына, сол ақша, сол үйдің ақшасының өзі мына еңбекпен келді ғой, мынаның еңбегімен келді ғой. Сондықтан әр нәрсені бағалап, осылай бір-бірлеріңді шынайы құрметтеп, біз жоқ жерде деп айтады мына кісі. Біз бұл кісілер жүрмейді ғой, қастарында дұрыс па? 24 сағат жүрмейді ғой, тапсыраттап өздерінің тіршіліктері бар. Осылар жоқ жерде сіздер осыларды құрметін жайына қойсаңыздар, онда сіздер лучший коллективсіздер, лучший коллектив. Алла көрмейтін жер бар ма? Кім айтады? Алла көрмей қалатын жер бар ма? Жоқ қой, ана бізде Ханафи мазхабы дейді ғой жалпы Қазақстанда. Абу Ханифа рахимулла, ол кісі өте үлкен білімді ғұлама, ғалым болған. Сол 6 жасында жаңағы үлкен ғұламалар келіп, бәріне бір-бір тауып бергенде, сол оқып атқан жаңа неде, медреседе бір-бір тауып бергенде, мынаны Алла көрмейтін жерге барып, Құдай көрмейтін жерге барып сойып беріңдер деген. Біреу айдалаға кеткен, біреу подвалға кіріп кеткен, сөйтіп бәрі сойып берген кезде, именно Абу Ханифа рахимулла сол кісі нені алып берген? Тірідей алып берген. Алланың, сен неге тірідей алып бердің деген кезде, 6 жастағы бала сонда айтқан, Алланың көрмейтін жері жоқ деп. Бұл кісілер көрмегенменен Аллах Тағала бәрін көріп тұр. Сондықтан Алла көріп тұрған кезде сіздер ешкімнен ештеңені жасыра алмайсыздар. Сіздер қазір мына марапатталып жатқан жігіттер бір жерлерде бір нәпсің бүйтіп бір 100 мың теңге қойсын, білмей қалады ғой деп істей салғандарыңда сол кезде арамдықты. Осы кезде осындай дәреже, осындай дастарханда отырмайтын едіңдер ешқайсысын. Сондықтан сендер
Аллахтан қорқып, шынайы жұмыс істеп жатқандықтан, алып жатқан айлықтарына шүкір етіп жұмыс істеп жатқандықтан, Алла сіздерге осындай осы жігіт арқылы марапаттап жатыр. Соны түсінсеңіздер болды главный. Енді мен сіздерге уағыз айтуға келген жоқпын. Жалпы мына кісілердің сөз байлығы жоқ қой негізі. Мына кісіде вообще жоқ білесіздер. Мен мына кісіде мысалы көп сөйлемейді, онда менің ойымша деп сөйлейді, аузында до конца ашпайды бұл кісі негізі. Сосын ол кісінің атынан інісі болғасын сөйлеп беріп жатырмын. Өзінің туған інісі сөйлемейді. Алла берекет берсін баршаңызға. Мен де Құдай қаласа осы бір мақсатпен үшеуміз ақылдасқанбыз, енді иншалла Алла ортамызда бірге істейміз деп әңгіме. Мен де енді тамадалық деген вечный нәрсе емес қой, мәңгілік нәрсе емес. Осы абырой бар кезде Құдай қаласа бірдеңенің көзін тауып, бірге жұмыс істеп, бірге жүріп, мына кісінің айтады да, үлкен орталарға барған кезде сөйлей алмай қалған деп айтты, мен алып қашы атасына. Кім болсын, ол болсын, трапеза болсын, тілін шақпысын тез айналды жүрейін. Сенің сөзін сөйлеп беремін деп жатырмын ғой. Мысалы, бір бетіме қуаныштың баршаларына сіздер үшін Алла разы болсын. Сабыржанға тағы да бір айтатын бір рахметіміз бар. Кеше біз мысалға жағдайымыз қиын кезде бізде мынандай қағида бар. Қарыз бар кезде қымбат сыйлық алмаймыз өзімізге. Компания қарыз кезінде біздің компанияның жігіттері маған қымбат машина сыйлаған. Мен өзім таңғалғам, қатты қуанғам. Бүгін міне Аллаға шүкір сізді осындай қылып қонақ қылып шақырып, одан да артық сыйлық жасап жіберді. Сол үшін рахмет жігіттер. Мен күтпедім бұл мен білемін. Тек қана сен ба? Тек өзі ғана біледі ол. Точно, братан, ты чего? Езжай, что ли? Команда не істеді ме деп отырмын. Жоқ, команда емес, брат. Еще мына жігіт маған бүйтеді. Мұра ақ көңіл ғой бұл ше. Бұл бүйтіп, мен сендерге айтайын. Мен адам танысам, мына жағында дым жоқ бұның ше. Бұның тілінде ғана. Соған Құдайға шүкір етіңдер. Бұның тілінде ғана ар жағында дым жоқ бұның. Ар жағын бүйтіп ашқан пустой, ар жағы қалқып жатыр бүйтіп. Кірсе, жаным кірсе деп жатыр астында. Сондықтан бұл тілінде ғана, бұда вариант жоқ. Өйткені мына кісі сөйлей алмаған кезде бұл кісі сөйлеу керек, ұрсу керек, айту керек, жасау керек. Сол үшін ғана сөйлейді. Әйтпесе бұның ар жағында дым жоқ жігіттер. Мен өзімнің ойым, өз пікірім сондай. Бұл жігіт маған звондаған кезде, Сәке, просто звондады. Братан сағынып кеттік қой, жоқтан не істейміз, көкпарға барамыз, өйтеміз бе, бүйтеміз бе деп. Қашан келесің? Не план дейді? Ертең не дейді? Корпоратив болайын деп жатыр. Жұмысшылар жинайды. Мен барайын дейді, бірақ братанға айтпай қой деймін да сізге. Кішкене сюрприз болсын деп, екеуміз ақылдасып. Бұл жындының маған қойған сұрақ қанша аласың дейді маған. Мен өзім айттым ғой барамын деп. Қанша аласың? Мен өзі бесплатно деп айтпаймын мен. Қалай ақша аламын жұмысыма өзім барамын деп тұрмын иншалла деп ше. Сөйтіп жаңа Серікке 5 миллион берген кезде өзі көп жігіттермен араласып соның ішінде таңдап өзім араласқан енді осылай аға әні ешкімге өткен жаз жүрдім братан ешкімге братан деп айтпаймын еркекше айтпаймын Аллах куә шын иманымды қосып айттым братан деп аға деп айтпаймын өзім екі ағам бар туған ағам кеше таныстырған ешкімге братан анау мынау біреудің көтіне кіріп ананың бір мәртебесі абырой ондай жоқ менде конкретно ол да бар абырой менде бар, о да бар ақша менде бар, о да бар дүние менде де бар. Мен дүниемен емес, мен жүректегі шынайылықпен сыйласам. Брат сабыр. Бұл екеуінде сабыр қалып шығу керек негізі.